қыркүйек күні Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Сенег елді мекенінен 90 шақырым қашықтықта орналасқан автожолда ауыр салдарлармен жол көлік оқиғасы орын алды. Алдын ала мәліметтер бойынша Toyota Hiace маркалы автокөліктің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, салдарынан көлік жол шетіне аударылып кеткен. Көліктің ішінде жолаушылар болған. Жол апаты салдарынан 8 адам оқиға орнында көз жұмды. Тағы 2 адам ауруханаға жеткізу барысында қайтыс болды. Жүргізуші мен 2 жолаушы түрлі жарақаттармен ауруханаға жатқызылды. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қажетті сот-медициналық сараптамалар тағайындалды. Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін, жылдамдықты режимін және жолаушыларды тасымалдау кезіндегі қауіпсіздікті талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Жол ережесінің болмашы бұзылуы да орны толмас қайғы салдарына әкеліп соғуы мүмкін.